Ал бәріне сәлем достар, қалайсыңдар? Сендермен бірге мен Данчо. Бүгінгі достар Overland'тың жаңа бөліміне қош келдіңдер. Сіздер күткен жаңа бөлім выживаниямыздың. Короче достар, осы бөлімді достар соңына дейін көріңіздер. Сіздердің соңына дейін көргендеріңізді қалайын достар. Өйткені бұл еңбекті бағалау сіздердің қолдарыңызда. Так достар, мен бүгін достар енді бір-екі күнде видео түсірмей кеттім достар. Не үшін екенін айта кетейін достар. Менің шамалы тамағыма салқын тиді достар. Қазірдің өзінде достар салқын тиген, енді шамалы жазылдым. Бір-екі күндей енді сол жазылған күтіп сіздерге арнайы тез видеоны түсіруге тура келді. Ал сіздер енді көріп тұрсыздар, мен бірден айтпай үйді көрсетіп кетіппін достар. Мен үй салдым. Мен алдында қора салған кезде мен үй саламын, анау-мынау деп айтқан болатынмын. Өйткені қора салған кезде достар мен осы жерден үйімді, алдыңғы көне үйімді бозып тастаған болатын достар. Сіздер білесіздер, сол көне үйімді бозып тастадым. Ең басында осы Overland'ке келген кезде мен Бекіштің үй жағында тұрған болатынмын. Яғни айтқанда жер төлеуде тұрдым. Одан кейін жаңа үй салдым. Бұл жаңа үйді достар менің бір-екі хейтер подписчиктерім жазады, андай үлкен бір басқа ютуберлердің подписчиктері жазады, типа сен мына адамнан ұрладың, бірдең деп. Короче достар, енді сондай, в общем, сол үйді бұзып тастадым. Енді мына үйді салдым. Бұл үй енді өте қарапайым емес, бұл ерекше үй болайын деп отыр. Өйткені мен бұл үйді 10 минутта салдым. Неге десеңіздер, менде барлық ресурс дайын болды. Өйткені менде кварц блок дайын болды. Осында ағашта дайын болды, осында березовый ағаш, осында дубовый ағаш, осында затта дайын болды. Мына қараңызшы 35 сандық тауып алғам достар. Енді содан складтан алып алдым. Осындай. Короче, менде жерде броням жоқ. Броням енді әзірге осы бөлімде енді осы скинмен жүрем. Қазір енді түн болып кетсе, енді білмеймін, қазір қосымша броням бәрін шешіп тастадым. Өйткені мына жақта мен броням салып қойдым. Айтпақшы, қазір үйге шолу жасайық. Үйде осындай. Так, менде қазір факел бар. Так, факелді әзірге қоя тұрайық простор ретінде. Так, кейін алдында аттан тапқан светильниктерді қоятын боламыз. Так, мына жерде шамалы 1-2 жарық болсын. Так, осы мына жерде шейдермен ойнап отырмыздар. Кейде шейдер қосам, кейде шейдер қоспаймын дегендей. Енді кейде бөлім өте қиын болып жатқан кезде, салып жатқан кезде, бір постройка салып жатқан кезде, әрине достар, шейдерсіз түсірем. Өйткені шейдермен андай постройка жасаса өте қатты қатады. Үйге шолу жасамай тұрып достар, мен көрермен тақтасын оқып кеткім келіп отыр. Көрермен тақтасының міне достар, алдыңғы бөлімдегі бір 12-ші бөлім ба или 13-ші бөлім ба. Так, енді білмеймін достар нешінші бөлім екені. Бірақ достар, мен енді бұл көрермен тақтасы күнде өзгертіп, күнде осыны жазып отырам. Андай бұрынғы бір ескі тақта деп ойлап қалмаңыздар, мен күнде өзгертіп жүрмін достар. Күнде өзгертіп, енді бізде көптеген көрерменіміз түсіпті. Емай, қазір аттан оқып кететін боламыз. Енді аттарын оқуға мен жалықпаймын. Так, бізде енді Еркош Юты, Учиха Мадара, Мерби, Плейгеймер, Баян Сұлу Өтешева, Маго Жолай, Сьюзен Виртовский, не деген есім, қыз ба ол ма? Так, Ловдим, так, Исмайлов, Адик Про Мобайл, Мико, Заңғар Абдинор, Абылай Серек, Прокизет, Нұрасыл Армбек, Ерса, так, Шако Летсплей, Джако, Тұрар Арелым, Саят Жолдас, Ерсултан, Тезасо, Нұрхан Кенес, Бека, Абло, Сабыржан, так, Нерби QF, Жансул Ануарбек, әрпі семей қапты, так, керенжіме, Эндерсон, Султанбек Кизет, Мейержан, Геймхокказ, Меңлебек Нұртілек, Ерко Казах, Сако Гейм, Алиф Нұрасыл, Нұрахмет Ислам, Ханыша, енді бұл баланың атын білмеймін, енді неге осында Ханыша деп отыр. Так, Нина Чалабаева, Нұрғали QL, Нұрик Абдухаимов, сосын Дулат Көпжасар, Нұрасыл Әбдірбек, сосын міне Кюр Беко мен Айбат Кизет. Міне достар, көрермендердің өтініштерін түсірмейін деп, әрине көңілдерін қалдырым келмеді. Барлық көрермендер жазышы анау-мынау деді. Енді сіздердің аттарыңызды барлығын жаздым. Енді тек қана сіздер мені қолдаңыздар, лайк және комментарий. Болды, ештеңе сұрамаймын, өте ондай қиын нәрсе сұрап отқан жоқпын. Сондықтан достар, сіздерге сендім. Сіздерге алдыңғы видеоларға рахмет айтам. Өйткені сіздер күшті комменттер жазып және де лайктарыңызбен қолдап жатсыздар. Сіздерге рахмет достар. Күнде активность көтеріп жатыр. Сіздерге рахмет. Так, мына жерде достар, бізге Данчоға
лайттан дейді. Кім дейсің ғой да? Менің досым осы Аурлендтегі менің жақын досым десек те болады. Әрине ол лайт достар, өте керемет. Лайтқа үлкен рахмет. Так, лайт ішіне не салған екен? Так, ішінде біраз салыпты. Мына жерде железо 22 штук. Мына жерде как раз достар менде уголь таусылып қалған еді, сол уголь керек еді. Рахмет саған. Так, мына жерде зелье ночное зрение дейді, түнге арналған зелье беріп. Мына жердегі сила зелье, ебат. Мына жерде сила регенерация. Мә саған кім лайт үлкен от души саған рахмет айтам. Осы видеоны көріп отырсаң үлкен рахмет. Кейінде саған да сыйлық беретін болам. Так, бұл сыйлықты әзірге тұра берсін. Алмаз ала кетейік өзімізге. Қазір дереу алып кетпесек, біреу ұрлап алып кетуі мүмкін достар біздің арамызда. Так, әзірге тұра берсең, лайтқа үлкен рахмет. Айтпашы лайтта үлкен не 1000 подписчик үшін үлкен құттықтаймын достар. 1000 подписчикке жетті, өте керемет. Неден еңбек достар, сіздер де YouTube канал ашып дамытыңыздар. Айтпашы қазір біз көрермен тақтасын оқып болдық. Так, енді бізде үй. Так, бізде үй осындай. Мына жерде мынандай кітапша жасау үшін көп мынандай нем кетіп қалды. Тростник, сосын не парақта кетіп қалды. Сосын мынандай жүн кетіп, мынандай жүн ба? Кожа кетіп қалды айтпашы. Кожа жасайды осыны. Кітаптан кожамен жасау керек. Тағы да бізге тағы да екі мына жерден не керек достар? Осындай кітапша керек. Сол кітапша қою керек. Мына жерде бочка кейін бірдеңе затты салатын боламыз. Мына жерде броня. Мысалы броня андай қара броня ғой, осыны зачерт етіп қойдым. Әдемі көрінеді. Мына жерде сундуктар қойып қойдым. Мына жерге печка. Осындай ғана пешканы пісіретін мындай үсті бірдеңе бар еді осындай. Мына жерде кітапша, осындай верса қойып қойдым. Мына жерге бір орындық қойып қоймасам, андай осындай күн батып атқан кезде шай ішіп отқан неден керемет мына шейдермен. Неден керемет. Так, әдемі көрінеді. Біз уже әдемі дамып келе жатырмыз. Так, енді екінші этажы қандай екен? Екінші этажында ештеңе салынбаған. Екінші этажында біз не істейміз? Әрине, біз осы екінші этажда ұйықтайтын боламыз. Мына жерге гүлдер, анау-мынау қоятын боламыз. Так, бізде енді бұны іске асыру үшін біз видеодан кейін сәндейтін боламыз. Мына жерде төсегімнен айырылып қалған болатынмын. Мына жерде бір крипер келді, жарық кетті. Ё-майо, мына шейдерден қараңғыда ештеңе көрмейсің достар. Ё-майо. Так, мен даусымды дұрыстап келдім достар. Ё-майо, даусыммен арпалысып бір 10-15 минуттай достар тамамды жібітіп, шаймен, даусымды ары қарай жалғастыра беретін боламын. Так, енді мен қазір үйді бір шолу жасап шықтық. Бізге керек заттар бар әрине. Так, бізде енді нақты заттардың барын толып кеткен. Қазір мен маған лайт берген заттарды мынаған салып тастаймыз. Айтпақшы, мен қазір мына пеште достар, мына жерде мен қазір өзімнің сиыр өлтірген болатынмын. Сиырды содан бір 19 етті пісіреміз. Так, енді бізге лайт берген осындай заттарды салып тастайық. Так, бізде мынандай төсек-төсектен алып жүрейік. Қазір алдыңғы менің голубой цветті достар, менің төсегім жарылып кеткен болатын. Я сіз жаңа көрсеттім ба көрсетпедім ба білмеймін достар. Қазір мен қиып тастаған шығармын. Мен осы жерде жарылып кеткен болатын, ұйықтап алып. Енді достар келесіде мен осы жерде ұйықтайтын боламын. Так, мен екінші қабатқа ұйықтаймын. Осы хай-тек үйде, айтпақшы мен хай-тек қылып салған болатын. Так, мен мына жерге екі төсек қылып салып қойсам болады екен. Осындай күннің арасында, так, мына жаққа қарап жатам ба не? Мына жаққа қарап жатам ба деп ойлағам достар. Ё-майо достар, мен ойламаппын. Так, достар, енді сіздерге осы үй ұнайды деп ойлаймын. Мен бұл үйді достар 10 минуттың ішінде салып тастасам болады. Өйткені менде ресурстар дайын болды, сондықтан тезірек салып тастадым. Сосын достар, бұл үйдің қалай салғанын айтып кетейін. Мына жерде осыны 4 стак кварц блок кетті. Мына жерде бирозовый ступеньки кетті. Мына жерге кәдімгі ағаштың шөбі, кәдімгі обычны, сосын терезе, андай кәдімгі қалың 4 блокты, 4 бұрышты терезе, сосын кітапшаны жасай алады деп ойлаймын сіздерде. Мына жерде бочка кетті, сосын ана кәдімгі ағаш кетті, соны андай кәдімгіше дубовый ағаш кетті, сосын дубовый ағаштан осындай мына балтамен қырқып алдым. Сосын андай броняның несі статуясы кетті мына жерге. Сосын астына кәдімгі бирозовый дуб, бирозовый кәдімгі не доска, сосын мына жерге жүн, кәдімгі андай ковер. Сосын мына жерге бочка, тағы айтып кеттім. Сосын мына жерге верстак, пеш кетті. Сосын андай кетті, білмеймін атын ұмытып қалдым достар. Так, аты примерно плита гладкой камня. Бұны жасай аласыздар. Так, осы жасасаңыздар болады, немесе
осы жасаған адамның достар мен бұл үйді мен біреуден аламын достар, мен өтірік бәрін ұрлай беремін достар, соны білесіздер. Енді бірақ салсам болды емес пе достар, үйді енді менің үйім дайын. Бірақ негізінде үйді мен салмаймын, қызық емес, мына жерде складта тұра берсем де болады. Просто тек қана аты ғана ғой достар, үйім болса болды ғой. Данчоның үйі жоқ, анау мынау деп көбісі айтып кеткен. Бір-екі ютуберлер түсіріп кетті, хан лайт сол ютубер түсіріп кеткен. Данчоның үйі қақта, мына менің складымда үй деп жүр ғой, ё-майо. Негізінде айту керек енді мына үй емес деп. Так, енді міне жерге лайттың заттарын так кейін алып кететін болам. Так, біз қазір бізде мына жерде егіншілік шаруашылығы өсіп кеткен. Так, біз егіншілік шаруашылығына барып қайтайық. Мына жақта ойбай қарбыздарымызды егіліп кетіп, ана жерде пісіп кетіппіз. Мына жерден мына қараңдар салып тастайық. Мына жерде асқабақтар. Так, асқабақтарды алып тастайық. Сосын ары қарай біз моб фермасына барып қайтатын боламыз. Сосын скелет фирмасына барып қайтатын боламыз. Ебой, сіздердің сұрауларыңыз бойынша сол жаққа барып қайтатын боламыз. Яқта мен пшеницаны егіп тастадым. Өйткені мен кезек-кезек егетін болдым. Енді мына жақта мен сәбіздер егіп кететін болам. Так, сәбіздер. Так, сәбіздер аз болуы мүмкін. Так, мына суды ашамыз. Так, болды. Автомат түрде міне ішіне кірді. Воронкаға қайтадан суды өшіреміз, Керемет, әдемі. Так. Мына ішіне воронкамен түсіп жатыр. Енді біз қазір сәбіз егетін боламыз. Так, кварцын жаққа қояйық. Так, сәбіздерімізді алайық. Так, сәбіздерімізді полный егіп тастайтын боламыз. Так, достар, мен бәрін бітірдім. Тура не алыппын сандықтан, қараңызшы, бітіп қалды уже мына қараңдар. Полный егіп тастадым. Өте керемет. Енді мына жерге пшеницадан кейін біз сәбізді ектік. Енді келесіде, так, бізде келесіде енді шалғын ба? Так, шалғын егетін боламыз. Шалғын бізде өте аз. Сондықтан осыны егіп, одан кейін картоп егетін боламыз. Так, енді бұл егінші шаруашылығымызды тезірек аяқтадық. Мына жақта менің жылқым. Так, жылқым тұра берсін. Мына жақта шошқаларым, мына жерде қойларым, сосын сиырларым. Так, мына жерде болады. Енді көбейтпей қояйықшы достар. Көбейтсем менің анау достар, менің FPS-ым, так, менде 70-те тұр. Шейдермен 70 екен, шейдерсіз примерно 200-300 сондай. Менің шейдерімді керек етсеңдер, достар, сұрасаңыздар, мен описание қойып кетемін, достар. Смело ғой, достар. Так, енді сіздің сұрауларыңыз бойынша моб фирмасымен, так, скелет фирмасына барып қайтатын боламыз, достар, Так. Жаймен де барып қайтайық. Мына жерде бекіштің үйі деген қатып жатыр қандаш. 36 FPS, ебать, не деген потолок десеңші. Мына жақта сізге көрсетейін, қандаш. Ё-майо, қазір көрсетейін сіздерге. Қарыңыздар, ебать. Мына жақта еще жылқысы бар. Так, ішіне кіріп кетейік, мына ішіне. Тек тезірек кіріп кетейік. Так, опа. Так, мына жерде менің бұрынғы складым, достар. Білесіздер менің складымды. Бұрынғы менің складым. Мына жақта менің мышығым бар, ё-майо. Сосын кішігім бар еді ғой, ё-майо. Так, кішігім қақта. Так, кішігімді алдында ютуберлер өлтіріп кетем деп еді. Мына жақта мышығымды қалдырып кетіпті. Мына мышығым, достар, мен қолыма үйренбейді, өйткені мен басқа аккаунтпен выживать етіп кеттім. Алдыңғы менің аккаунтыма сол сатып қалған мына мысық. Короче, иесіне бағынбайды. Әрине мен басқа аккаунтпен кіріп кеттім. Өте өкінішті, достар. Яқта мен өзімнің менің шахтама барам. Так, шахтамның ішінде әрине скелет фермасы бар. Сондықтан сол фермаға барып қайтайық. Ол жақта опыт жинауға болады, достар. Біз қазір 20 опыт жинаймыз да үйге қайтатын боламыз. Және де моб фермасына барып қайтатын боламыз. Так, мына жақта ұзын қылып қаза бергем. Осы видеода неше алмас таптым? 36 ма? Или білмеймін, сондай 40 алмас таптым ба, білмеймін, достар. Мен де екеуміз тапқан болатынбыз сондай алмазды. Енді осыны ұзын қылып қазған шахтам ғой енді, достар. Мына жақта неше жарық. Айтпақшы, мына жақта біреу үстіге қазған екен, түсінікті. Так, мына жаққа мен жарық қойып қояйын. Так, осындай жерге екеу. Так, үшеу, төртеу. Так, мына жақта түсіп жатыр, ема скелеттер. Так, ұрып көрші болады. Өртен еткен менде астрата екеу ғой, достар. Астрата екеу болғандықтан бұлар жанады өткені ұрған кезде өртеніп. Қараңдар, достар, уже 19-шы уровень болдым, достар. Сосын мынаяқтан, мысалы, мынаяқтан қараңдаршы неше садақ түскен. Ё-майо, мынаны қараңдар. Ема 2 полный сандыққа
сандықта түскен екен. Мына жақта 3-ші сандық толып жатыр. Мына жақта жебенің жартысына да жетпепті, бірақ көп жебе. Мысалы бір сагын алып кетсем болады, кейін керек болады. Мына жақта сүйектен де осындай жарты сандықтай болып қалыпты бұлар сүйектер. Так, тағы да шығып жатқандар ма? Бұлар тауысылмай шыға берді, уровень жинауға болады, көбірек жинауға болады. Қараңдаршы, керемет. Айтпақшы осында дизайн қылып жасаған болатын. Алдында мен дизайн үйретпедім, көрсетпедім. Мына жаққа сандықтар қойып қойдым. Үстіне жерге қызыл және де аппақ каверлар қойып қойдым. Үстіне жерге берсек, үстіне жол жасап қойдым. Үстіне осақ жамап қойдым дегендей. Короче, осындай. Сосын осына котелдің орнына мен варун қойып қойдым. Мен өте қатты қателесіппін. Сондықтан достар, соны өзгерттім. Міне котелде осындай тұрады. Орнында варунка тұрады. Сол варунканы алып, мысалы мына заттарды салып қоюға болады. Немесе астынан қазып қойын десе, мына жерде бедрок тұр, сондықтан қоя алмадым. Сондықтан әйтпесе қоятын едім негізінде. Сосын әдейі осы жерге қойып қойдым достар. Мысалы садақты салғау болады. Садақ жебені салғау болады. Мысалы жебе жаңағы сүйек сал, мысалы мынаның ішінде садақ. Мысалы сүйекті мынаған саламыз. Мына жерге жебені мынаған саламыз. Садақты мынаған саламыз. Мына сүйекті осы үшеуіне біреу осылай. Кейін көйіп кетсе, енді білмеймін, осы заттардың барын қайыққа қоятымызды, енді білмеймін, сіздер білесіздер ма, қайыққа қойсақ болатын бәрін неге қосып дамыту керек па достар, Так, енді біз скелет фермасын бітірдік, бардық, қалай безендіргенімізді көрдік, не жаңалық болып атқан көрдік. Так, енді достар, моб фермасына барып қойдық достар, моб фермасына. Так, моб фермасына не болып жатқанын қазір көріп қойдық. Моб фермасы істей ма білмей тұрмын, бірақ видеода істеген болатын достар, Так, сол барып қайтайықшы, бұл жақта не болып жатыр. Осының ютуберлердің үйлеріне шолу енді білмеймін достар, басқа ютуберлер шолу жасап тастаған үйлерімізге. Бірақ мен үй салмай тұрып, олар обзор жасап тастаған. Ол кезде мен үйім жоқтығын достар. Қап достар, мен хай-тек үйімді көрген кезде маған 10-да 10 беретін еді бағаны. Маған енді алдыңғы хан 8-де 10 берді, бірақ әзірге болады, өйткені менің территориям өте ондай қатты дамымаған. Сондықтан 8-де 10 бергенде де рахмет. Енді так, ұйықтап алайық. Нақта Бекшінің үй жағы деген вообще кейін келмейді бар ғой. Жай просто соқып кетемін да. Байқамай Бекшінің үй жағын өтіп кетемін, өйткені менің скелет фермам сол жаққа орналасқан. Кейінгі басқа жерге қасып қоймасам, яқта Бекшінің ПК-сы білмеймін, қатам қатпай ма? Біздің ПК қатады, сондай, короче, ПК-сы қатпай ма, сондай бір бәле. Яқта шошқа сұрайды екен, шошқада күйіп кеткен. Так, бізде міне ұйықтап алған болатынбыз. Сосын міне таң атып жатыр. Таңның несі закаты әдемі көрінеді. Қараңдаршы, әдемі, Қараңдар, лайттың үй жағы памукпен толған. Қараңдаршы, закаты әдемі. Так, мынаяқта енді опа, лама жүр ғой ханның үй жағында. Ханның қараңдаршы, шейдермен әдемі көрінеді екен. Так, мынаяқта заттар түскен бе екен? Мынаяқта заттар түскен екен. Мынаяқта шошқа деп қойбай. Зомбидің еті. Сынақта өлмекшінің жібі. Мынаяқта осындай порх. Так, опа, крипер түсті. Опа, ұрамыз. Так, тағы да крипер түсті. Так, мына моб фермасы істеп тұр екен. Керемет. Мынаяқта опа, скелет. Так, опа, тағы скелет. Болып керемет істеп тұр, достар. База жоқ. Так, мынаяқта лама бар екен. Лама тек отырың үстіне. Ой, так, үстіне отырып қойын. Опа, ламаның үстіне отырып. Опа, маған жүрек көрсетіп қойды өзінше. Достар. Так, отырғаныз. Так, жүре ме екен бұл? Так, бұған бірдеңе қою керек. Бұған не қойылады? Білмеймін, достар, көрейші. Сіздерден сұрайтын, ламаға не қоюға болады андай шабу үшін ше, ана жүргізу үшін. Өзің еркіңе бағындыру үшін қалай істесек болады ламаның үстіне ше? Ламаның үстіне мынандай бірдеңе отырғызатын керек екен. Бірақ кәдімгідей отырғызатын андай не емес, андай жылқыға отырғызатын емес, бұл басқаша бірдеңе керек екен, достар. Түсінікті. Так, мынаяқта ханның үй жағы қатпайды екен. Мынаяқта былай Бекшінің үй жағынан былай кетіп қойық ханның үй жағымен. Так, бұл енді әркімнің фермасына, үйіне барған жоқпыз. Енді біз сіздердің сұрауларыңыз бойынша мен фермаға барып қайттым, скелет фермасы мен кәдімгі моб фермасына. Так, енді үй жаққа қайтамыз. Үй жақта менің үйім деген дерзко көрініп тұр, достар, қандаш, дерзко көрініп тұр. База жоқ, осы үйді енді тұрам вообще. Біреуден алына ма, кімнен қайталай ма, өзім білем. Сондықтан, достар,
тек қана менің қолдайтын көрермендерім қолдайды. Осы үйімді әдемі қылып салдым. Енді до конца тұра беретін боламын. Сосын қосымша бір күшті үй дайындап қоятын боламын. Оны келесі видеоларда көретін боласыздар. Сондықтан достар, енді бүгінгі мақсатымыз осындай. Бүгін үйді көрсеттім. Иә, сосын егіншілік шаруашылығымен айналыстым, жаңа кішігірім. Сосын қорама барып қайттым, сосын скелет фирмасына барып қайттым, сосын моб фирмасына барып қайттым, кәдімгі. Сосын енді бізге бір минусы, бізге ресурстар көп жинау керек. Өйткені достар, мысалы мен кварцтан қиналып қалдым, сондықтан мен кварцты лайт, бекіш, сосын мендиялардан алуға тура келді достар. Сондықтан бұл ютубер көретін болса, ренжімеңдер, қайтарып берем, точно қайтарып берем, сөз берем. Осыны қайтарып берем, осыны кварцтарды, сосын шөптерін қайтарып берем, сосын пшеница, анау мұны барлығын қайтарып берем. Өйткені енді менде көптеген кризис болып кетті, мына заттар жинау керек, өйткені ағаш теру керек дегенде, бірақ ағаш тердім. Енді келесі жылы достар портал жасау керек достар. Портал жасап, мындай кварц жинау керек сияқты бізге. Сосын ағаш жинау керек, сосын қожа жинау керек. Мына сиырларды көбейтіп, өлтіріп, сондай, короче, сондай қылу керек. Сосын достар, бізге ағаш жинау керек, қойдан тері жасау керек дегендей. Так, енді сондай, в общем. Енді бүгінгі бөлім осындай болды. Бүгін енді кішігірім ғана айналыстым, өйткені мен әлі жазылған жоқпын. Сондықтан достар, сіз енді мені түсінетті ойлаймын. Сіздерге қолдауларыңыз үшін үлкен рахмет. Енді тағы да осы видеода 150 лайк жинап тастасаңыздар, келесі видео тезірек шығуы керек. Бірақ достар, мен жазылғанымды қаласаңыздар, онда лайкты асықпай баса берсеңіздер болады. Ал сіздермен әзірге қоштасамын. Сіздермен болған мен Данчо. Келесі видеода не салайын, соның комментарий жазып кетіңіз. Ал давайте, пока-пока, чао.